Мен сіздерден бірінші өздеріңізден сұрап алайын. Нұрсұлтан, Назым, сіздерді не байланыстырады негізі? Балауса ханым, айта кеткенімдей, сол келген күннен бастап біз жақсы араласамыз. Ортақ таныстарымыз көп деген сияқты. Енді Алматыға енді келгеннен кейін бір чай үстінде отырып, әңгіме айтып, сондай бір дүниеме шақырған болатын Балауса ханым. Ол жақта бір артық әңгіме, ешқандай бір дүние болған жоқ. Отырдық, мен оны, егер де сіз ақпарат кім мойындайды, өздігімен мойындайды деген кезде, егер мен соны шынымен де бір жат нәрсе қылып санайтын болсам, егер де жобаның шартын бұзатындай қылып санайтын болсам, мен микрофонды алып Балауса ханым мен айтатын едім. Балауса ханым, біз кеше осындай дүние болған деген. Бірақ та мен ол нәрсені олай санаған жоқпын, сол себепті микрофонды алған жоқпын деген сияқты дүние. Мен үшін ол, білмеймін енді, бәлкім жобаның шартын бұзған шығармын Балауса ханым. Бірақ та ол жақта бір ешқандай арамойсыз, тек қана сырласу ғана болды дегім келеді болды. Сіздер айтқан едіңіздер, екі жылдан бері біз таныспыз деп, доссыздар ма, жай ғана таныссыздар ма, әлде бұрын қыз жігіт ретінде араласу деген болған жоқ па? Жоқ, Балауса ханым, қыз жігіт ретінде араласу болған жоқ. Біз доспыз, ортақ таныстарымыз көп жерде бірге бір қонаққа баратынбыз деген сияқты, достарымызбен жиналатынбыз, сондай бір жерлерде постоянно бірге жүріп жақсы араласқанбыз. Атак ондай бір қыз бен жігіттей байланыстыратын ондай ешқандай дүние жоқ. Балауса ханым, мен түсінбедім, неге бұл ақпарат шығып кетті? Біз айттық қой кешеде, тек дос ретінде ғана араласамыз. Болды.